Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жеңіл әрі дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін бізге огурцы, кукуруз, крабовые палочки, піскен жұмыртқа, майонез және тұз қажет. Алдымен жұмыртқа мен крабовые палочкиді ашып дайындап аламыз. Огурцыды видеодағыдай кесіп аламыз. Крабовые палочкиді де көлбеп етіп турап аламыз. Жұмыртқаны да солай бөліктерге бөліп аламыз. Соңында кукуруздың суын ағызып алып қосамыз. Татымына қарай тұз, одан кейін майонез қосамыз. Одан кейін үстінен біраз укроп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.